бүгінгі студиямызға ұлттық ұлан хорының жігіттері келіп отыр. Сұхбатымызды дәл сіздерден бастағымыз келеді. Жақында ғана ұлттық ұлан хоры Ресейдегі өткен шоуға қатысып, сол жердегі қазылар алқасын жалпы көрермендерді ерекше таңғалдырғандарыңыздың біз куәсі болдық. Және де шын жүректен құттықтағымыз келеді. Өздеріңізбен сұхбатты бастамас бұрын сол сәтке. Ең ұнағаны домбыраны қоса алып барғандарың, оны қосқандарың. Сол сәтке ендеше экран арқылы бір көз жүгіртіп алсақ. Линкен Парк. Ну-ну. Сейчас посмотрим, интересно, что это как. Как он на этом инструменте? Как ушат головы, на голову воды, то вообще просто даже ожидать, не ожидать такое. Керемет, керемет. Жалпы бұндай шоуға қатысу идеясы қайдан келдік? Арнайы шақырту алдыңыздар ма? Қалай қатыстыңыздар? Жалпы негізі бұл жобаға біз өткен жылы баруымыз керек еді, 2-ші маусымына. Бірақ белгілі себептерден өткен жылы бара алмай қалдық. Сонымен осы жылы 2-ші рет шақырту алдық осы жобаның ұйымдастырушыларынан. Бұл Мәскеу қаласында болды, Ресейде. Жалпы Мәскеуде, Ресейде жалпы деп айтайықшы, хор өнері өте жоғары, қатты дамып кеткен. Бір Мәскеудің өзінде былай статистикаға қарайтын болсақ, 400-ге жуық хор ұжымдар бар екен. Ал мына жобада, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, 100 қазылар алқасы отырады. Әр отырған кісі бұл жерде жай адамдар емес, әрқайсысы өз маманы бойынша мастер деп айтса болады. Енді осындай қазылар алқасының алдына шығып, өзіміздің тек қана ұлттық ұланды ғана емес, бүтін бір өзіміздің егемен Қазақстанның атын қорғау біз үшін өте жоғары дәреже болып санадық. Және өздеріңіз көрдіңіздер, ол жерде 100 адамның 90-ы тұрды бізге. Біздің өнеріміз бағылып 90 адам. Ол деген өте жоғары көрсеткіштің бірі деп санаймын. Әрине. Бәрекелді. Әдетте ұлттық ұлан дегенде әскери темірдей тәртіп, қатаң жүйе ойға келеді негізінде. Осы қағиданы бұзуға не себеп болды? Шеру әндерінен сіздер қалай мына шоу әндерге көшіп кеттіңіздер? Жалпы көп жерде біз қазір өнер көрсетіп жүрміз, барлығы таңғалады. Өйткені қарап отырсаңыздар, бізде өте жас әншілер, хордың әншілері. Және жаңағы ол хор деген кезде адамдардың көз алдында жаңағыдай әскери хор деген кезде оның үстіне форма киген жігіттер шығады, қолдарында папка ұстайды, ешқандай артық қимыл жоқ, бәрі тіп-тіке жүреді, тіп-тіке шығады деп ойлайды. Ал біз сол бүкіл қағидалың барлығын, бүкіл шеңберлерді стереотип деп айтады, орысша айтқанда, сындырып, осындай жаңа бағытқа заманауи хор ұжымы болып қазір жұмыс жасап келе жатырмыз. Бәрекелді. Біздің әскери темірдей тәртіп болса да, өздерінің таланттарын жарқыратып, ол хорды Мәскеуге апарып, ол біздің әскери жағдайымызды мынандай рухани толамыз деген сөз ғой негізінде. Сондықтан сіздерге бір осы жерде елдің атынан бір рахмет айтып жіберейік. Біз енді бәрі таңғалады. Сіздер әскерисіздер ме, әлде әншілерсіздер ме деп көп сұрайды. Біз барлығымыз әскери қызметшілеріміз, ұлттық ұланның. Біздің күн тәртібімізді айтып беретін болсам, жалпы түске дейін
біз жаңағы тек қана шығармашылықпен айналысамыз. Жаңағы әндер дайындаймыз, бізге көп жаңағы шетелдерден делегациялар келіп жатады. Соларға арнайы әндер дайындаймыз, концерттерге дайындаламыз. Ал түстен кейін бізде нағыз форма киіп, әскери қызметшінің кейпіне енеміз. Жаңағы строевой подготовка дейді, ат алаңдарына барып қарумен жұмыс жасаймыз. Бәрі кәдімгі әскери қызметшілердің жұмысы. Бірақ енді қолымыздан келгенше екі бағытты да қадағалап жүруге тырысып жүрміз. Жалпы ұлттық ұлан хорының құрылғанына биыл 10 жылдай уақыт болған екен. 15 тілде ән шырқайды екен сіздер. Репертуарларыңызда 200-ден астам ән бар екен. Кім репертуарды таңдайды? Жалпы осы шығармашылық процеске бір жауапты адам бар ма? Әлде барлығыңыз келісіп? Біз енді хор болғандықтан бізде командалық жұмыс бірінші орында. Және осы жерде кішігірім жарнама жасап кетейін, рұқсат болса. 10 жылдық мерейтойымызға арнап біз дәл қазір өте қазақ елінде хор өнерінде жалпы бұрын соңды болмаған бір басқаша жанрдағы басқаша қырын көрсету мақсатында өзіміздің жеке концертімізді дайындап жатырмыз. Мерейтойға арнап. Алдымен осы Астана қаласында қоямыз концертімізді, содан кейін дәл сол концертімізбен бүкіл Қазақстанның ауылды мекендерін, қалаларын аралап үлкен тур дайындап жатырмыз. О, тамаша. Ал жаңағы репертуарға келетін болсақ, бізде репертуар өте жан-жақты. Өздеріңіз көріп тұрсыз, жаңағы нампты, жалпы Линкен Парктың нампын хормен жалпы дүние жүзінде бір тарихта бір хор ұжымы айтпаған. Осы күнге дейін. Оның өзі де біз өзіміздің бір эксперимент деп танысақ болады. Бұйырса сіздерді өзіміздің концертімізге шақырамыз, келіңіздер, ол жерде бүкілі болады. Шоу да болады, әскери әндер де болады, халық әндерінен бастап заманы осындай рокқа дейін болады, бұйырса. Бірақ бұл жерде сұрақ ұлттық ұланға сіздерге бір жаңа керемет мырзалар шықты. Біздің басымыз осы дегендей, ана жігіттердің ортасында басы осы жігіттер бар ма дегендей ғой, бұл жердегі әңгіме. Енді қыз сыны деген ән орындалғаннан кейін сұрап жатқан ғой. Көз қырымызды түсіре отырайық деген үміт қой бізде. Саған, не деген батылдық мынау? Бар. Шынымды айтсам, бізде 11 адамбыз құрамда. Ішімізде тек 2 жігіт үйленбей жүр. Жастары барлығы келіп тұр. Мен оларды айтып шаршадым. Қызыл лентама бірдеңе тақып қойыңыздар. Өзіңізге берем контакттарын. Осы жақсы адамдардың бағдарламасынан шыққаннан кейін бір жақсы жаңалық болайын деп тұрған сияқты. Әрине. Лайымда тілектеспіз. Бағдарламаның дәстүрлі сұрағы қысқа нұсқа ғана жауап беру керек болады. Өте қысқа. Сіздің ойыңызша жақсы адам деген кім? Өзіңіз сізден бастайық. Жақсы адам деген ол елін, жерін, халқын құрметтейтін, сүйетін адам. Жақсы. Бәрекелді. Сіздің ойыңызша?